Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін мен сіздерге ұлттық бірыңғай тестке дайындалу мақсатындағы және сіздерге септігін тигізетін, ерекше көмегін тигізетін тақырыптардың бірі Ом заңы туралы сабағымды бастамақшымын. Яғни бүгін мен сіздерге Ом заңы қалай тұжырымдалады және Ом заңы қайда қолданылады, Ом заңының формуласы нені түсіндіреді, сол туралы тақырып өтпекшімін. Сонымен Ом заңы жалпы электр тізбегінде қолданылатын тұғырлы заңдардың бірі болып табылады. Ом заңын түсіну үшін ең қарапайым тізбектен бастайық. Қарапайым тізбекте электр шамы тұтынушы және кілт, сонымен қоса тоқ көзі гальвани элементі. Бұл ең қарапайым тізбек болып табылады. Енді мен мына тоқ пайдаланушы тоқ көзінде вольтметрді параллель қосам. Яғни кернеуді көтерген кезде тоқтың қалай өзгеретіндігін бақылау үшін және сонымен қоса тізбектей амперметр қосам. Осы амперметрмен және вольтметрдің көмегіменен электр шамындағы тоқ күшінің қалай өзгеретіндігін, яғни тоқ күшінің кернеуге қандай пропорционалдық қатынаста екендігін зерттейтін болам. Қарапайым эксперимент мынаны көрсетті. Біз мына кілтті қосқаннан кейін кесте алып, бірінші бағанға кернеу, екінші бағанға тоқ күшін қояйық. Мысалы, мына жердегі кернеуді 2 вольт қылған кезде кернеудің өлшем бірлігі вольт, тоқ күшінің өлшем бірлігі ампер. 2 вольт болған кезде тоқ күші 1 ампер болды дейік. Мысал ретінде. Ал кернеуді 4 вольтқа көтерген кезде тоқ күші 2 амперге көтерілді. Кернеуді 6 вольтқа көтерген кезде тоқ күші 3 амперге көтерілді. Яғни удың иға қатынасы тұрақты болып келе жатқандығын көріп отырмыз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, 8 вольт болған кезде кернеу міндетті түрде тоқ күші 4 ампер болады. Сонымен оқушылар, біз кесте бойынша график тұрғызатын болсақ, бұл жерде негізінде көбінде идің уға тәуелді графигін тұрғызады. Себебі и уға тәуелді. Және мен сіздерге түсінікті болу үшін оны басқаша, керісінше Y координатасына уды, X координатасына иді алып, тоқ күшін алып түсіндіріп отырмын. Сіздерге түсінікті болу үшін. Сонымен кесте бойынша жасатын болсақ, 2 вольт болған кезде 1 ампер, 4 вольт болған кезде 2 ампер, сәйкесінше 8 вольт болған кезде 4 ампер деп бұны тұтастыратын болсақ, мынандай түзу шығады. Осындай түзу шығады. Демек, графиктің түзу шықты деген себебі бұл жердің удың иға қатынасы тұрақты болған кезде, яғни удың иға қатынасы тұрақты болған кезде график түзусіз шығады. Өспелі түзусіз шығады. Сонымен удың иға қатынасы градиенттік қатынасы, ол градиенті, яғни кедергі деп аталады. Удың иға қатынасы кедергі, яғни у бөлінген и, әзеге жаза берейік. У бөлінген и тең болады R-ға. R дегеніміз кедергі. Кедергі деп аталады. Кедергі дегеніміз тізбектегі тоқтың жүруіне тосқауылдық жасау қабілеті осы тұрған дененің жасалған материалының. Сонымен Ом заңын тұжырымдайтын болсақ, тізбектегі тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал болады. Кернеу көп болған сайын тоқ күші көп болады, кедергі көп болған сайын тоқ күші аз болады. Ал кедергі кернеуге де тоқ күшіне де тәуелді емес. Кедергі ол өткізгіштің жасалған материалына тәуелді. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз Ом заңы туралы болды. Ом заңы бойынша кернеудің өлшем бірлігі вольт болды. Тоқ күшінің өлшем бірлігі, кернеудің өлшем бірлігі вольт.
ток күшінің өлшем бірлігі ампер. Онда кедергінің өлшем бірлігі вольт бөлінген ампер. Кедергінің өлшем бірлігін ом деп атайды. Осыны зерттеген ғалым омның құрметіне кедергінің өлшем бірлігін ом дейді. Сонымен 1 ом дегеніміз, егерде тізбектен 1 ампер ток жүрген кезде 1 вольт кернеудің нәтижесінде 1 ампер ток жүретін болса, онда ол жердегі кедергі 1 ом дегенді көрсетеді. Яғни ом заңы бойынша қысқаша сабағымыз осындай. Оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Мен келесі сабақта кедергінің қандай шамаларға тәуелді екендігін міндетті түрде сіздерге түсіндіріп беретін боламын.